Қайырлы күн достар, бұл видеода шоколадты пирог жасаймыз. Жасауы жолы өте оңай әрі қолжетімді рецепттерден тұрады. Ол үшін бізге пісте май, жұмыртқа, шекер, ұн, сүт, какао, қосқыш қажет. Алдымен жұмыртқамыз бен шекерді жақсылап араластырамыз миксермен ағарғанша. Бұл пирог өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ағарғанша өстіп араластырамыз. Сонымен пісте май қосамыз. Араластырып, сүтімізді қосамыз. Жылы сүтімізді бөліп қосамыз. Ұнымызға какаоны араластырып, үстіне қосқышты салып, қасықпен араластырып аламыз. Құрғақ массамызды жаңағы дайын болған сұйық массамызға салып, миксермен бір келкі масса болып шыққанша араластырамыз. Бұл пирогты 24-26 диаметрдегі формада пісірсеңіздер болады. Мендегі форма 26 диаметр. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. «30-40 минутта пирогымыз дайын болады. Мен шоколадты ганаш жасадым. Шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп, дайын болған пирогтың үстіне жаңағы шоколадты ганашты құйып, бетіне грек жаңғағын турап әрледім. Ол міндетті емес, өздеріңіздің қалауыңызша жеміс-жидектермен әрлесеңіздер болады. Пирог суығаннан кейін 10-15 минутқа мен холодильникке пирогты салып, шоколадтың қатқанша салып қойдым. Өйткені тураған кезде шоколадтардың пышаққа жабысып туралмау үшін. Пирог өте дәмді, жұмсақ, сондай нәзік болып піседі. Бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогты осылай 4 бұрышты етіп, 3 бұрышты етіп те турасаңыздар болады, қалауыңызша. Видеоны соңына дейін көріп, тыңдағандарыңызға үлкен алғыс. Сау болыңыздар.